Бейжіңде спортшымыз Қазақстан қоржынына алғашқы медальді салды. Александр Герлиц парабиатлоннан мәреге үшінші болып келді. Бір қола медаль бар. Осылайша паралимпиадашылар да жазда спортшыларымыз берген эстафетаны алып кетті. Қола дәуірі жалғасып жатыр. Негізі паралимпиадашылар үшін бұл үлкен жетістік. Осыған дейін атлеттеріміз 2018 жылы бір алтын, 1994 жылы бір күміс алған еді. Таныс болыңыздар, Александр Герлиц, парабиатлоншы, Қазақстан құрамасының капитаны. Осы жолы 10 шақырымдық қашықтықта сынға түсті. Пхенчханда өткен паралимпиадада жеңіске бір қадам жетпей қалған еді. 4-ші орын алды. Енді міне қоламен Қазақстанды қуантты. Бұл Александрдың Бейжіңдегі соңғы жарыс жолы емес. Алда тағы 2 мәрте бақ сынайды. Бірге жанкүйер